Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тұрмыс құрғаныма 2 жыл болды. Bir балам бар. Өзім ұнатып тұрмыс құрдым. Келісіммен үйлендік. Бірақ ол менен алдын 2-3 жылдай уақыт өзінен 12 жас үлкен 2 баласы бар ажырасқан. Жұмысындағы бригада әйелмен жүреді екен. Bir ауылда тұрамыз. Маған үйленген соң да ол қатынға баруын қоймаған екен. Мен оны босанарға 1 ай қалғанда білдім. Телефоныма бір номер звондады. Оның телефоны жоқ еді. Күйеуіме саған звондап жатыр деп бере салдым. Ол алып, не істеп жатсың деп күліп сөйлесті. Сосын далаға шығып кетті. Телефонды алып қарасам, номерін өшіріп тастапты. Үндемедім. Оны сосын намаз оқитын жақын досы айтып берді бәрін. Күйеуім бәрін мойындады. Мен тамырымды кестім. Больницаға түстім. Артынан ешкім келмеді. Күйеуім жақтан. Олар еркек болғасын жүреді. Не қойылым қойып жатсың? Деп скорый шақырмады. Абысының бөлек тұратын. Соның үйіне бардым. Сол шақырып берді скорыйды. Маған операция жасап алды баланы. Bir күн реанимацияда баланы көрмей жаттым. Бала жоқ шығар деп қорықтым. Бірақ Алла мені аяды. Шекесі торсықтай ұл сыйлады. Оның үй іші де, өзі де роддомға да келмеді. Солай уақыт өте берді. Ұлымды қырқынан шығарған соң 1,5 айда хабарласты. Кешірім сұрап, күнде мазамды алатын. Сөйлеспеймін деп жүріп тағы сөйлесіп жүрдім. Үйге әжесімен келіп кешірім сұрады. Мама кешір, ұлыңа әке керек деп көндірді. Мен ақымақ кешіріп қайта бардым. Оның үй іші де ұялмай қарсы алды. Содан уақыт өте берді. Ұлым 4 айға толғанда тағы ұрыс болды. Енем ұлымды алып, кет үйден, бала біздікі деп көшеге кетіп қалды. Таба алмай қалдық. Кешке күн батқанда бір-ақ келді. Ертесіне азанда қашып кетіп қалдым, ұлымды алып. Сосын ажырасуға бердім. Ол тағы кешірім сұрап жалынып келе берді. Тағы кешірдім оны. 5 айдан кейін тағы қосылдық. Үйде 5 ай тұрып жақында қалаға келдік. Алдын тексермейтін оны, бірақ кеше 3-4 күн бұрын мой файлдың ішінен WhatsApp'тан жіберілген суреттерді тауып алдым. Мен кетіп қалған күннен мен келетін күнге дейін 5 ай сөйлескен екен жаңағы қатынмен. Оны еркелетіп, жанарым деп жазып қойған. Видеозвонокпен оны бұған тілін шығарып, факю саусағын көрсетіп тұрған скрин жасап алған. Бұл көзі жас болып тұр жылап. Жылап тұрған суреттерін жібергем. SMS-терін звондағандарын скрин жасаған. Көріп аяқ қолым дірілдеп кетті. Ол тағы маған арамдық жасаған. Өзіне көрсеттім, айттым. Сен жоқта сөйлестім, сен барда сөйлескен жоқпын. Саған ашумен істедім. Маған сендер керек екенсіңдер, енді түсіндім дейді. Өзгердім, өткенімді бетіме баса берме дейді. Кетесің ба кет дейді. Мамаға айтсам, көне берші дейді. Ажырасқан жақсы емес адам болар дейді. Алла менің осынша сынайтындай не жазды мекен? Кешіру, бірге өмір сүру мүмкін бе? Қатты қиналып кеттім. Ұлым үшін шыдап жүрмін. Бұл періштені не кінәсі бар еді? 1 жастан асып кеттік, әлі тұсауында кесе алмай жүрміз. Үйдегілері әлі күнге дейін 1 мал сойып, 1 киім әперген емес. Ауру болатын болдым. Алла өзі жар болсын. Ұзақ айтсам кешіріңіздер. Рахмет.